жетуде Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары немесе Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы стратегиялық. Ең алдымен осы келе жатқан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне 30 жылдық мерейтойына арналған конференция өткізіліп отыр. Жалпы мен Тоқмұрзин Жәнібек, Алматы қаласы химика биология Назарбаев зияткерлік мектебінің президент лауазымына үміткермін. Біздің жиналған мақсатымыз бұл елбасының үлгілі өмірмен танысу және қызметтегі білікті қасиеттерімен шынымен де тәжірибе бөлісу. Сегодняшняя конференция мне достаточно хорошо понравилась. Значит, были затронуты такие темы, как влияние Елбасы на нашу страну, на ее развитие, о лидерстве, что непосредственно напрямую рассказывает о нынешних ситуациях, затрагивая также касательно нашей школы, о университетах и также образовании, которое предоставлено благодаря той же самой политике и непосредственно выборах, которые проводятся в нашей школе. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына дарыған конференция өте әсерлі өтті деп ойлаймын. Себебі тәуелсіздігімізді алуға өлшеусіз үлес қосқан елбасымыздың тұжырымды да көрнекті идеялары сарапталып, қарастырылып, бүгінгі күн тұрғысынан қайта қаралған болатын. Менің ойымша, бұл осы конференциядан кейін үміткерлер өздеріне күш-жігер жинап, жаңа белестерді бағындыруға дайын деп сенемін. Себебі елбасымыздың көрегендік қасиеттері біздің бойымызға дариды деген үміттемін. Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары ретінде бізге елбасымыздың өмірі, оның саясаткер ретінде қызметі жайлы білу өте маңызды, ол біздің міндетіміз. Бүгінгі конференцияда біз нағыз лидер жайлы өте маңызды информация алдық, және де нақтылай айта кететін болсам, оның қандай болу керектігі, яғни біздің президентіміз, тұңғыш президентіміз секілді көреген, дана, интеллектуал саясаткер, өзінің халқы жайлы ешқашанда ұмытпайтын және де оны әрқашанда тыңдауға дайын көшбасшы болу жайлы біз ой түйдік, ой түйген болатынбыз.